Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы базарда. Тема нашего сегодняшнего урока «На базаре». Жаңа сөздермен танысамыз, познакомимся с новыми словами. Келу, приходить. Келу, приходить. Келіңіз, подходите. Келіңіз, подходите. Сізге, вам. Сізге, вам. Қызмет, услуга. Қызмет, услуга. Көрсету, оказать. Көрсету, оказать. Қызмет көрсете аламыз. Можем оказать услугу. Қызмет көрсете аламыз. Можем оказать услугу. Гречка, қарақұмық. Гречка, қарақұмық. Маған, мне. Маған, мне. Мне, вот. Мне, вот. Сатылады, продается. Сатылады, продается. Қайда сатылады, где продается. Қайда сатылады, где продается. Есеп, счет. Есеп, счет. Есептейін, посчитаю. Есептейін, посчитаю. Қолма-қол, налично. Қолма-қол, налично. Тағы, еще. Тағы, еще. Тағы да, и еще. Тағы да, и еще. Беру, давать. Беру, давать. Беріңізші, дайте. Беріңізші, дайте. Ет, мясо. Ет, мясо. Бөлім, отдел. Бөлім, отдел. Бұрыласыз, повернете. Бұрыласыз, повернете. Қарсы бетте, напротив. Қарсы бетте, напротив. Қанша болады? Итого сколько? Қанша болады? Итого сколько? Ұмыту, забыть. Ұмыту, забыть. Келіп тұрыңыз, приходите. Келіп тұрыңыз, приходите. Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Қайырлы күн, келіңіз. Сізге қандай қызмет көрсете аламыз? Добрый день, подходите. Вам какую можем оказать услугу? Маған 2 қорап қант, 2 келі қара құмық керек еді. Мне нужно 2 пачки сахара, 2 килограмма гречки. Жақсы, мне алыңыз. Хорошо, вот возьмите. Барлығы қанша болады? Итого сколько? Қазір есептейін. 1670 теңге. Қолма-қол төлейсіз бе? Әлде картамен бе? Сейчас посчитаю. 1670 тенге. Как будете оплачивать, наличными или с карточкой? Қолма-қол төлеймін. Ұмытып барады екенмін. Маған 4 келі ет беріңізші. Оплачиваю наличными. Чуть не забыла. Дайте мне 4 килограмма мяса. Ет келесі бөлімде. Мясо в следующем отделе. Ол бөлімге қалай өтуге болады? В тот отдел как можно пройти? Тура жүріп, солға бұрылыңыз. Идите прямо, поворачивайте налево. Жемістер қайда сатылады? Фрукты где продаются? Олар қарсы беттегі бөлімде сатылады. Они продаются в отделе напротив.
Рахмет, сау болыңыз. Спасибо, до свидания. Сау болыңыз, тағы да келіп тұрыңыз. До свидания, и еще приходите. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.